Аллах Тағала осы Зулхиджаның әуелгі 10 күндерінің ішінде керемет бір күндерді белгілеген. Ол алдымыздағы Арафа күні және одан кейінгі Құрбан айт күні. Міне осы екі күнге байланысты біз өзіміздің мәмілемізді Алламыз разы болатындай ретке келтіріп алсақ, осыған байланысты бір азғантай тәлім, тәрбие алсақ па деген ойда сұхбат жүргізудеміз. Аллах Тағала бәрімізге сәттілік беріп, бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Біріншіден, Арафа күніне тоқталатын болсақ, жалпы ішімізде қажылыққа барған адамдар жақсы біледі. Арафа күнін, Арафа деген орынды қажылық рәсімдерінің ең маңыздысы. Арафаттағы рәсім орындалмай қалса, өзінің уақытысында қажылық дұрыс болмай қалады. Яғни соншалықты маңызды парызы қажылықтың. Арафа күні бұл Зулхиджаның 9-шы күні, Құрбан айт күнінің алдындағы күн. Бұл күні қажылар таңғы намаздарынан кейін Минадан Арафатқа қарай қозғалып, сол жақта бесін мен екінді намазын оқып, жалпы күн батқанға дейін Арафада Алла Тағалаға сыйынумен, дұға тілеумен, Алла Тағаланы зікір етумен, күн батқанға дейін осындай бір маңызды құлшылықты атқарады. Жаңағы айтқанымыздай, бұл қажылықтың өте маңызды парызы, онсыз қажылық дұрыс болмайды. Не осы Арафаттағы тұрыс өте маңызды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, Арафат күні Аллах Тағала өте көп көлемде құлдарын тозақтан азат етеді дейді. Яғни бұл сондай бір керемет көрініс Арафатта ихрамға киінген қаншалаған Алланың құлдары Алла Тағалаға өздерінің күнәларынан пана тілеп, Алла Тағаланың кешірімін тілеп, Алла Тағаланың кешіріміне, разылығына, қажылықтарының қабыл болуына уайым жасап, сол жерде күн батқанға дейін осындай күйде болады. Аллах Тағаланың бұйырған нәрсесі. Дәл осындай құлшылықтың Арафат деген жерде атқарылуы. Көптеген тәпсір кітаптарына назар аударатын болсақ, ғалымдардың түсіндіру бойынша, бәлкім Аллах Тағала Адам алейхиссалам мен Хауа анамызды жерге түсіргеннен кейін екеуінің әуелгі жер бетінде әуелі кездескен орны, осы жерде екеуі бір-бірін танып көрісті дегендей, сол мына тану деген сөз, танысу деген сөзді білдіреді өзі Арафат деген. Арафа деген сөзден алынған. Бәлкім Жибрил алейхиссаламның Ибрахим алейхиссалам пайғамбарымызға қажылықтың рәсімдерін таныстырған орын. Яғни сол таныстыру, тану деген мағыналардың төңірегінде. Яғни бұл сөздің мағынасы. Сондай-ақ тағы да бір маңызды нәрсе, осы жерде айтқымыз келетіні, Ибн Аббас радиаллаху анху осы Арафатта болған кезінде қасына келіп біраз адамдар Ағраф сүресіндегі, Әл-Ағраф деген сүредегі 172-173 аяттардың мағынасы туралы сұрайды. Сол аяттарға назар аударып кетсек, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва из ахаза раббука мин бани адама мин зухурихим зурриятахум ва ашхадахум аля анфусихим аласту би раббикум қалу бәлә шахидана. Ей пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сол кезде Раббың сенің адамның белінен, Адам алейхиссаламның белінен оның күллі ұрпақтарын
шығарып, яғни сондай бір тозаңның көлеміндей бейнеде, тозаңның көлеміндей бір бейнеде Адам алейхиссаламның белінен күллі ұрпақтарын шығарған екен Аллах Тағала. Сол кезде олардың барлықтарына өздеріне қарсы куә етіп, өздеріне қарсы деген сөз, яғни ертең қиямет күні бұл жайында сұралады, сол кезде өздері кінәлі болып қалмасы үшін. Аллах Тағала күллісін Адам алейхиссаламның белінен шығарып, «Әләсту би роббикум» деп сұрақта қояды, яғни сендердің раббыларың мен емес пе деп. Сол кезде олар, о не дегенің, әрине сенсің, біз күлліміз куә болдық деген екен. Яғни біздің күлліміз Адам алейхиссаламның белінен шығарылып, Аллах Тағаламен, Раббымызбен, сондай-ақ Раббымыздың сертімен сол жерде танысқан екенбіз. Міне осы танысу қай жерде болды десе, Абдулла ибн Аббас айтады, радиаллаху анху, осы Арафатта алған дейді Адам алейхиссаламның белінен күллі ұрпақтарын. Яғни бұл Арафа күні, Арафат деген орында біз күлліміз Адам алейхиссаламның атамыздың белінен тозаң бейнесінде шығарылып, Раббымызбен және Раббымыздың бізге қойған, берген сертімен танысқан едік. Міне осы танысудың негізінде бұл жер Арафа деп аталады, сондай-ақ бұл күн Арафа күні деп аталады. Аллах Тағала құлдарынан осындай өздеріне қарсы серт алған, яғни өздері ертең кінәлі болып қалмасы үшін, оның мағынасы келесі сөзінде түсінікті болады. Мен емес пе сендердің раббыларың дегенде, о не дегенің Раббым, керісінше сен біздің Раббымызсың, біз күлліміз куә болдық дегенбіз. Барлығымыз бұны айтқанбыз. Сол кезде Аллах Тағала біздерге айтқан екен, «Ән тақулу яумал қиямати, инна күнна ан хаза ғафилин». Бұл сертті алып жатқан себебім, қиямет күні сендер маған, расымен де біз бұл жайында бейқам едік деп айтып жүрмеулерің үшін дейді. Бүгінгі күні де адамдар Алланың алдындағы сертін ұмытқан, Алланың алдындағы сертін ұмытқан адам басқа серттерге қалай қарайды бұл өмірде? Біріншіден, қиямет күні біз бұл жайында бейқам едік, бейхабар болдық, атамыздан, үлкен кісілерден естімеппіз деген сөзді айтпауларың үшін күллеріңнен осы сертті алудамын дейді. Екіншіден, ау тақулу, немесе былай деп айтып жүрмеулерің үшін дейді қиямет күні, иннама ашрака абауна мин қаблу, бізден бұрын өмір сүрген әкелеріміз, аталарымыз саған серік қосыпты. Яғни дүниеге келудегі түпкі мақсаты сенен басқа нәрселерді серік қосқан екен. Ва кунна зуррията мин баъдихим, ал біз болсақ сол аталарымыздан, әкелерімізден кейінгі ұрпақ едік қой. Біздің кінәміз қанша, олар бізге үйретпеді ғой дегендей. Афатухликуна бима фаалал мубтилун, дүниеге келудегі түпкі мақсатты Алла деген, Алладан басқа тәңір жоқ, Аллах Тағала қарай қайтамыз деген иманның негіздерін бұзып өзгертіп тастаған адамдардың кесірінен бізді жоясың ба деп айтып жүрмеңдер дейді қиямет күні. Ва казалика нуфассилул аяти, сондай-ақ аяттарды, ей пайғамбар, адамзатқа осылай егжей-тегжейлі баяндап түсіндіріп береміз. Ва лағаллахум яржиғун, бәлкім олар естерін жиып, Раббыларына деген иман тақырыбына, иманның негіздеріне қарай, ақиқатқа қарай, тура жолға қарай қайтар. Міне осы Зулхиджаның әуелгі 10 күнінде, құрметті жамағат, айналадағы туыстарға жеткізсек, Аллаға деген тақырыпқа қайту керек. Күллісі қазір тәубамен Раббысына қарай оралу керек.
Қаншалаған ғұмырлар, өмірлер, күндер, түндер заяға кетті. Алланың хақысы немқұрайды қаралды. Дүниеге келудегі түпкі мақсатымыз дүниенің өзі болып қалды. Бәлкім бұрынғы адамдар секілді тасқа, бұтқа, тағы да басқа нәрселерге табынбаспыз. Алайда дүниенің өзі қазір Құдаймен қатар жарысып тұрған бір мақсатымызға айналды. Сондықтан да ақырет деген нәрсе, ол ақиқат. Аллах тағала бізді ақырет үшін жаратқан. Мына дүние тек қана осы сертті, Аллах тағаладан алған сертімізді орындап беру үшін берілген майдан еді. Кім өте жақсы мағынада, кім өте күшті қалыпта осыны атқара алады. Сол үшін Аллах тағала әркімге өмірді және өлімді жаратқан. Өлім мен өмірдің арасы осы аманатқа қатысты берілген ғұмыр, және де осы аманатқа қатысты ертең барлығымыздан жауап алады. Жаңағындай қиямет күні айтып жүрмеңдер, біз бұл жайында бейқам едік, бізге әкелеріміз, аталарымыз айтпады ғой, біздің алдымыздағы буын мүлде бұндай нәрсені сөйлемеген. Енді солар бізге айтпаған үшін, сол себепті біз білмеген үшін, бізді солардың кесірінен құртасың ба, тозаққа саласың ба деп айтып жүрмеңдер дейді. Әрбір адам баласына жеке ақыл, жеке жүрек берілгеннен кейін, айналасына күллі құдіретінің көріністерін шашып тастағаннан кейін, өзінің бойында да қаншалаған белгілерін құдіретінің жасап қойғаннан кейін, осы нәрселердің өзі арқылы адамзат ақиқатты ізденуге қарай ұмтылмаса, дүние табуды іздегені секілді, ақша табуды іздегені секілді ақиқатты ізденуге талпынбаса, онда ол ақылда, ол жүректе қандай құндылық болады? Сондықтан барлық мақтау Аллахқа тән біздерді тура жолға салған. Осындай нәрсені білмей өтіп кетсек не болар еді? Барлық мақтау Аллахқа тән. Аллаху акбар. Аллах тағала өте ұлы. Өте ұлы, біз ойлағаннан да өте ұлы. Аллах тағаланың қадірі өте үлкен дәрежеде абайлану керек біздің тарапымыздан. Оның айтқаны деген нәрсе, ол өте үлкен нәрсе. Кез келген мұсылман Аллах тағаланың айтқанымен жүруі үшін жаралған.